А сыныптың үздік түлектерін шақырамыз. Сынып жетекшісі Әуленбаева Торғын Төлегенқызы, Расулов Рамзат, Әділхан және Сәкенова Фируза, Сұлтанмұратқызы Аружан Төлемісова Саяжан, Амангелді Назерке Баймыш Ажар, Сейіткамал Нұрбану Аяшева Тамирис, Қолғанат Анел Сүйінбай Еркеназ, Жолтукова Зарина, Бақытқалиева Алия, Мықтыбай Балсұлу, Байбулатов Мирас. Балалық шақпен қоштасып, болашаққа қанат қағатын бұл жыл сіздер үшін ең бір қымбат, ең бір қимас жыл ретінде естеріңізде мәңгілік қалары анық. Соңғы қоңырау салтанатын алғашқы құттықтау сөз мектеп басшысы Ижанова Гүлзира Болатқызына беріледі. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, қымбатты оқушылар, бүгінгі біздің алдымызда тұрған түлектер. Сіздерді 2021-2022 оқу жылының аяқталуымен құттықтаймын. Бүгін біздердің түлектеріміз үшін мектептеріндегі соңғы қоңырау. Біздің түлектеріміз 2016 жылы мектеп ашылған кезде алғашқы қадамдарын 5-ші сыныпта басқан оқушылар болатын. Қазір енді мектепті аяқтап, үлкен өмірге жолдама алғалы тұр. Құрметті ата-аналар, ардақты ұстаздар, өсіріп отырған мына ұл қыздарымыз, шәкірттеріміз тек қана биіктен көрінеді деген сенімдемін. Осы мектепте алған барлық білімін, дағдысын, біліктілігін жоғарғы оқу орындарында ары қарай жалғастырып, еліміздің жақсы бәсекеге қабілетті азаматтары болуға тілектеспін. Сонымен қатар, сіздердің қастарыңызда кішкентай бүлдіршін 1-ші сыныптарда биыл аяқтап отыр. Өте әдемі сабақтастық болып тұр қазір, өте жарасымды. Сіздердің жақсы осындай үздік озат жолдарыңызды осы шәкірттерімізге берсін. Аялап өсірген ата-аналарымыздың, ұстаздарымыздың әрқашан үмітін ақтайсыздар деген сенімдеміз. Ұлттық бірыңғай тестіден жақсы жоғарғы нәтижемен шығып, мемлекеттік грант иегерлері болуларыңызға тілектеспін. Сіздерге ақжол тілеймін, сәт сапар. 11 сынып оқушы Сұлтанмұратқызы Аружан марапатталады. Жетекшісі Кенжалиева Фируза Табайна. Дәл сондай аудандық 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталады. Сейіткамал Нұрбану 11 сыныптың оқушысы марапатталады. Мұғалімі Әуленбаева Торғын Төлегенқызы. Бірнеше диплом, бірнеше 1-ші дәрежелі, ауданнан 1-ші дәрежелі диплом. Ғылыми жоба жарысына 3-ші дәрежелі дипломға ие болған Сүйінбай Еркеназ және 1-ші дәрежелі дипломмен ауданнан орын алған Сүйінбай Еркеназ марапатталады. Мұғалімі Әуленбаева Торғын Төлегенқызы. Жолтукова Зарина, мұғалімі Әуленбаева Торғын Төлегенқызы 2 грамотамен марапатталады. 11 сынып оқушысы орыс тілі әдебиетінен аудандық олимпиадада 3-ші орын алған үшін Аяшева Тамирис марапатталады. Мұғалімі Махамбетова Гүлзар информатика секциясы бойынша дарын ғылыми жоба жарысында 2-ші дәрежелі диплом алынды. Түлек 20-21 номинациясымен 11 сынып оқушысы Сұлтанмұратқызы Аружан марапатталады. Мектеп директоры Ижанова, оқушылар қызмет қоғам жетекшісі Ибраимова.
номинациясы бойынша 11 сынып оқушысы Адилхан Жанел марапатталады. Мектеп директоры Ижанова. Дарынды түлек 20-22 номинациясы менен 11 сынып оқушы Сейткамал Нурманов марапатталады. Мектеп директоры Ижанова. Дарынды түлек 20-22 номинациясы менен Симбай Иркинас 11 сынып оқушы марапатталады. Мектеп директоры Ижанова. Дарынды түлек 20-22 номинациясы менен үздік түлектерге, үздік оқушыларымызға қошеметтеріңіз. Ағыз біздің осы мектебімізде республика көлемінде ауылдық мектептерді қолдау мақсатында ұйымдастырылған бәріне білім Қазақстан мұғалімі жобасының миллион теңге иегері қазақ тіл пәні мұғалімі Әурембаева Торғын Төлегенқызы марапатталады. Құрмет грамотасымен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Биылғы оқу жылында ерен еңбегін көрсетіп, Ал енді сіздер көріп тұрсыздар, қаншама оқушылар дарынды. Міне қаншама мұғалімдер республика дәрежесінде жетіп тұрған. Сол мұғалімдердің барлық үздіктің үздігі анықталды. Жылдың ең үздік ұстазы 20-22 номинациясы менен қазақ тілі әдебиет пәндері бойынша 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптарды республикалық дәрежеге жеткізген Әурембаева Торғын Төлегенқызы марапатталады. 10-ші, 11-ші сыныптарда облыстық дәрежеге жеткізген. Сипар өтер көкте күн. Сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткені деп, ортаға мектеп бітіруші түлектерді білім кілтін табыстау рәсіміне шақырамыз. Ал мектеп түлектеріне бірінші сынып бүлдіршіндері өздерінің ізгі тілектерін айту. Бойы оқыған, ойға білім тоқылған, ағалар мен абайлар, орындалып арманыңыз биіктерге самғаңыз. Ұмытпаңыз алтын үйі мектебіңді, ұстазыңды балалық шақ көктеміңді, орындап мақсат міндет арманыңды, жасай бер туған елге еңбегіңді. Ойларында от бар екен байқадым,
Жүректеріне шоқ бар екен байқадым. Әрқашанда осы шоқты өшірмей, жалындатып шарық таңдар әрдайым. Сәтті сапар ағалар, сәтті сапар әпкелер, азамат боп бағалар, елге үлесін әкелер. Еңбектері жасындай, болсын елге жыраңыз. Біз де ерте ағымсындай түлек болып тұрамыз. Мектебі алтын ұям құт босаған. Білімге бастау алдым осы арадан. Жалықпай табасың деп сен үйреттің, шешуін қиындықтың тосар алдан. Түлектер ашық болсын таңдарымыз, ақ жолғы біздің де таңдарымыз. Сізде салған білімнің көпірімен талай биік шығамыз шыңға әлі біз. Қошеметтеріңіз. Жастар өмірлік құстары бол, бағбан ұстаз бауырларға құстары бол. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан сол құстардың бір тобы біз ұшқа отыр. Алдымызда арман жолы күтеді, түлектерге бақыт гүлі шашыла. Қимастықпен 11-дің алтын кілтін біз береміз бірінші сыныптарға. Құтты болсын қадамдарың, сәтті болсын ойларың, сабақтарын үздік оқып жұлдыздай жарқыраңдар. Айналайын болғандар, ертең алған бағыттар, ертең өсіп туғарсын, ел арманы болыңдар. Сіздерге бірінші аманат, жан азығы адамның ана тілі, тез сонымен ашылған дала гүлі. Өнер алды қызыл тіл дейді қазақ, ендеше болыңдар сол тілдің жанашыры. Білімді терең меңгеретін, аманатты ақтайтын, оқуды осап, салт-дәстүрді сақтайтын, болыңдар елдің мықтылары. Білімді құйып санаңа, шәкірт болыңдар білікті. Алтымыздың ұқпаса деп тапсырамыз алтын кілтті. Қошеметтеріңіз құрметті ата-аналар, қонақтар. Толқимызда, толқып тұрмыз баршамызда, мұндай күй болған бәлкім барлымызда. Қол соғып қошеметтен көрсетейік, түлектер келсінші деп ортамызға. Мектеп бітіруші түлектердің орындауында мектеп вальсын қабыл алыңыздар.
I summoned you, please come to me. Don't bury thoughts that you really want. I fill you up, drink from my cup. Within me lies what you really want. Come, lay me down, 'cause you know this, 'cause you know this. In the middle of the night, in the middle of the night, just call my name, I'm yours to save. In the middle of the night, I'm wide awake, I crave your touch all night long. Till morning comes, I'll give you what's mine, you gon' get yours, oh no. In the middle of the night, oh. These burning flames, these crashing waves wash over me like a hurricane. I'll captivate, you're hypnotized, feel powerful, but it's me again. Come, lay me down, 'cause I know this, 'cause I know this. In the middle of the night, in the middle of the night, just call my name, I'm yours to save. In the middle of the night, I'm wide awake, I crave your taste all night long. Till morning comes, I'll give you what's mine, you gon' get yours, oh no. In the middle of the night, oh. Just call on me, yeah. Just call my name. Just call my name, I'm yours to save. In the middle of the night, I'm wide awake, I crave your taste all night long. Till morning comes, I'll give you what's mine, you gon' get yours, oh. In the middle of the night, in the middle of the night, oh. Өмірдің сан түлегін ұстаз ғалым толастамас мәңгісін. Тұншымайтын асыл жандар аяулы, қабылау шәкірттердің алғысын. Сөз кезегі бітіруші түлектерге беріледі. 11-ші А сынып түлегі Жумахынов Жәнібек, 11-ші Ә сынып түлегі Сәкенова Феруза, 11-ші Б сынып түлегі Серікқазы Дина. Қошеметтеріңіз. Армысыздар, құрметті ұстаздар, ата-аналар және кеш қонақтары. Ұстаз бен шәкірт өміріндегі ең жүрек тербетер сәттердің бірі ол сыңғырлап соққан соңғы қоңыраудың сазды үні. Міне, бүгінде біз сол соңғы қоңырау сәнді марапаттау рәсіміне жиналып отырмыз. Бүгін бізге, яғни мектеп бітіруші түлектерге сиқырлы қоңыраудың сазды үні соңғы рет соғылатын болады.
Мен осы сәтті пайдаланып, өзіме білім берген, осы білім нәрімен сусындатқан барша ұстаздарыма шын жүректен алғысымды білдіргім келеді. Және де өзімнің құрдастарым, сыныптастарым, мектеп бітіруші түлектер барлығыңызға болашақта сәтті тапсырып, аяқтан жақсы оқу орнына түсіп, жарқын болашақ тілеймін барлығыңызға. Құрметті ұстаздар, түлектер, ата-аналар, бүгінгі мерекелік күнмен барлықтарыңызды құттықтаймын. Мінеки араға 11 жыл салып, енді біз осы кішкентай болып мектеп табалдырығын аттаған сәтті ұмытып, үлкен өмірге қадам басамыз. Енді біздің алтын ұя мектебіміз бізді үлкен өмірге жібергелі отыр. Осы орайда ұстаздарға үлкен алғысымды білдіремін. Осы жолда біз үшін үлкен еңбектер жасап, бізге үлкен қолдаулар көрсетіп, білімдерін беріп, тәрбиесін беріп, бізді жетелеген осы кісілер. Сіздерге шын жүрегімен алғысымызды білдіреміз. Және менің сыныптас достарыма және осында тұрған түлектерге барлығына тек сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта өз орындарыңды тауып, осы еліміздің көркеюіне өз үлестеріңді қоса беріңдер. Тек қайда жүрсек те, кім болсақ та, осындай керемет мектептен және ұлағатты ұстаздардан білім алғанымызды ұмытпай, әрқашан есімізде сақтап жүрейік. Құрметті бүгінгі салтанатты жиынға келген қадірменді менің ұстаздарым, сыныптастарым және мен ата-аналарымыз. Бүгінгі міне біз таудай болып кіріп, таудай болып шыққан алтын ұя мектебімізбен 11 жыл бойы оқытқан алтын ұстаздарымызбен қоштасқалы тұрмыз. Менің сыныптас достарым, сендердегі алдағы уақытта сәттілік жар болсын. Жетем деген жетістіктеріңе жете беріңдер. Аңсаған арман, ақ көгершіндей армандарың орындала берсін. Себебі біз мектеппен қоштасып, жаңа өмірге қадам басқалы тұрмыз. Сол жолдардан сүрінбей өтейік. Ал ұстаздарымыз бен алтын мектебімізді ешқашан ұмытпай, мәңгі бақи жүрегімізде сақтаймыз. Ал ұстаздарға мен алғысым шексіз. Білімге, өнерге шексіз жол көрсеткен ұстазым мектебім мәңгілік ұраным дей келе, мектеп бітіруші 11-ші А сыныбының түлектерін мектеп әнімен ортаға шақырамыз. Рамзан қайда, Рамзан? Әріптер танып, таудай болған біз тарихтай болып барып, күлде көктемім, күлде мектебім, шашатын ертеңіме жарып. Қартадан қол сөзді қоспаққа, жаңа өмір бастауға, сенсеңіз біз асқарға. Қартадан қол сөзді қоспаққа, жаңа өмір бастауға, сенсеңіз біз асқарға. Көктемім жүрегімнің жараны, алтын бесі мектебім бақыттының тұрағы. Бақыттының тұрағы. Бақыттының тұрағы. Собор күніміз, мөлдір сырымыз, естен кетпейтін мәңгі жылымыз. Біздегі сенім,
балапанын, әлдилеп аялаған алақанын. Болашақта бақ тілеп тұрасыздар, ойлау менен алдағы балақамын дей келе, сөз кезегі мектеп бітіруші түлектердің ата-аналарына беріледі. Ортаға 11-ші Ә сыныптың ата-анасы Сарыбаева Нұржамал Аманбековна шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Сәлеметсіздер ме? Нөмір 40-шы орта мектептің аяулы ұстаздары, түлектері және ата-аналары. Бүгін сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Құрметті ұстаздар, сіздерге перзентіміздің 11 жыл бойы білім мен тәрбиелегендеріңізге алғысым шексіз. Сіздерге үлкен рахмет. Ал түлектерге тілерім, жәндерім, жолдарың ашық болсын. Алдағы ұлттық бірыңғай тесттен грантқа түсіп, жоғарғы оқу орнына түсіп, әр аңсаған армандарың орындалып, мамандық иесі болуларыңызға тілектеспін. Сіздеріне қымбатты ата-аналар және ұстаздар, жаңа қанаттары қатайып ұшып бара жатқан түлектер, бүгін мерекелерің құтты болсын. Сендер үшін бүгін мерекелерің құтты болсын жандарым. Мені кім деп ойлап қалмаңыздар. Мен осы Сүйінбай 11-ші Ә сыныбында оқитын Сүйінбай Ергеназдың апасымын. Сонау Жаркент өңірінен келіп тұрмын. Қымбатты ұстаздар, мерекелерің құтты болсын. Еңбектеріңе жеміс тілеймін. Аңсаған армандарыңа жетіңдер. Барлығыңа бақыт тілеймін. Заманымыз тыныш болсын. Мына шайынды түлектерің қанаттарың еш уақытта талмасын. Аңсаған армандарыңа жете беріңдер. Ұша беріңдер, еш уақытта қанаттарың талмасын. Рахмет жандарым. Бәрін бақытты болсын. Ойларың құтты болсын. Ақ тілектеріңізге көп рахмет. Қошеметтеріңіз. Бәрісін араласын өмір аулын, бәрішін қоштасарда қоңыраумын. Мәнісін ұғасыңдар өткен күннің, дауысын естігенде қоңыраудың. Қымбатты мектеп бітіруші жас түлектер, нағыз жүрек тебірентерлік сәтте келіп жетті. 11 жыл бойы әр сабақ арасында естіп, достасқан әдемі қоңырау үні бітірушілер үшін соңғы рет соғылмақ. Соңғы қоңыраудың сыңғыры жүректеріңізде балалық шақтың сыңғыры, мектептегі достықтың, жақсы естеліктің нышаны ретінде жүректеріңізде мәңгі сақталады деген ойдамыз. Ортаға соңғы қоңырауды соғу үшін 11-ші А сынып оқушысы Жұмахонов Жәнібекті, 11-ші Ә сынып оқушысы Адилхан Жәнелді және 11-ші Б сынып оқушысы Берікқызы Адинаны шақырамыз. Қошеметтеп отырыңыздар. Ең толқынысты сәт оқушылар. Қошеметтеріңіз құрметті оқушылар. Қоңыраудың сыңғыраған соңғыны сіздер үшін соғылуда. Үлкен өмірге қадам басқалы отырсыңдар. Қанаттарың талмасын, биіктерге шырқаңдар. Алдыда күтіп тұрған жаңа өмірдің баспалдақтарынан сүрінбей өтуге тілектеспіз. Нағыз жүрек тебірентерлік сәтте келіп жеткен секілді. Ендеше мектеп түлектерінің көгершіндерін ұшыруға рұқсат етейік. Қошеметтеріңіз. Дәл осы көгершіндерде еркін қалсаңыздар.
игіліктен тедік маждан жақұтты, ізгілікке арнаған бар отық бала, көресің тек биіктен, пән тапар жас түлек. Осымен 2021-2022 оқу жылындағы Түлек 2022 жаңа Қазақстанның ертең атты салтанатты жиын аяқталды. Келесі оқу жылында көрсең көр, жақсы болсын. Жарқын болашақта кездескенше. Алтын